Қайырлы күн, құрметті студенттер. Қызылорда облысы Арал қаласы Арал индустриалды-техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Бекмағамбетова Әсем Бауыржанқызы. Балық өндірісі пәнінен бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы дөңгелек ауыздылар класы. Мақсаты дөңгелек ауыздылар класы туралы толық мәлімет беру. Дөңгелек ауыздылар осы кезде тіршілік омыртқалылардың ішіндегі өте қарапайым құрылысты жануарлар. Сырт пішіні мен тіршілік әрекетіне қарағанда олар балықтарға ұқсас. Ал кейбір ерекше белгілері оларды омыртқалылардың ерекше тармағына жатқызады. Дөңгелек ауыздылардың аяқтары мен жақтары болмайды. Мұның өзі олардың құрылысының қарапайым екенін көрсетеді. Иіс капсуласы біреу. Ол бір ғана танау тесігі арқылы сыртқа ашылады. Паразиттік тіршілік етуіне байланысты сорғыш воронкаларының түп жағында ауыз тесігі болады. Дөңгелек ауыздылар деп аталуы да осыған байланысты. Дөңгелек ауыздылардың класы миногалар класс тармағы және мексиналар класс тармағы. Миногалар омыртқалардың дөңгелек ауыздылар класының отряды. Пішіні мексиналарға ұқсас. Солтүстік және оңтүстік жартышардың қоңыржай аймақтарындағы теңіздер мен тұщы суларда тіршілігі кездеседі. Бұлардың 7 туысқа жататын 30-дан астам түрлері белгілі. Қазақстанда 2 туысқа бірігетін 3 түрі бар. Каспий миногасы, өзен миногасы және теңіз миногасы. Миногалардың ұзындығы 15-100 см. Жұп жүзбе қанаттары болмайды. Арқа қанаты біреу, кейде екеу. Аузы түтік тәрізді. Оның жиегі тері шашақпен көмкерілген. Басының 2 бүйірінде желбезек қапшығына ашылатын 7 жұп саңылауы бар. Жалғыз танау тесігі басының үстінде орналасқан. Көздері жақсы жетілген. Танау тесігінің артқы жағында жетілмеген 3 көзі болады. Басқа омыртқалылардан ерекшелігі бауыры ішекпен тектер нәсіл кезінде жалғасады. Миногалар түрлену арқылы дамиды. Жалғыз шыныс безі болады. Уылдырғын өзеннің ағысы қатты жерлеріне ін қазып соған салады. Уылдырғын шашқаннан кейін ересектері тіршілігін жояды. Миногалардың дернәсілдері құмқазғыш деп аталады. Миногалар 5-6 жылдай тіршілік етеді. Каспий миногасы. Каспий теңізінде тіршілік етеді де уылдырық шашу үшін қыркүйек айынан бастап желтоқсан айына дейін Еділ, Жайық, Кура, Терек өзендеріне шығады. Теңізден өзенге шығу кезінде үйір-үйір болып, өзен ағысына қарсы жоғары қарай бірнеше жүз километр өрістеп көтеріледі. Уылдырықтарын су түбіндегі топырақтан жасалған арнаулы шұңқырларға салады. Өзен миногасының денесінің ұзындығы 40 см болады. Бұлар Европа мен Азияның солтүстік бөлігінде және Солтүстік Америка теңіздерінде кездеседі. Уылдырығын өзенге барып шашады. Уылдырық шашуға келе жатқан миногалар қоректенбейді. Өзен миногаларының Каспий миногасына қарағанда кәсіптік маңызы аз. Теңіз миногасының ұзындығы 50-100 см. Бұлар Атлантика мұхитының теңіздерінде кездеседі. Миногалар солдан оңға қарай өзен миногасы, австралиялық минога, европалық бұлақ миногасы, үлкен теңіз миногасы. Мексиналар класс тармағы. Мексиналардың денесі жалаңаш, сілемейлі бездерге бай. Сонымен қатар денесінің бүйірінде 2 қатар болып орналасқан көп сілемей бөлетін қуыстар болады. Мексиналар соқыр, сезіну және иіс сезу көмегімен кеңістікті бағдарлайды. Тапсырма. 1-ші тапсырма. Дөңгелек ауыздылар класына сипаттама беру. 2-ші тапсырма. Миногалардың мекен ету ортасы. 3-ші тапсырма. Мексиналардың туыстығына қарай жіктелуін түсіндіріңіз. Назарларыңызға рахмет.